Сәлеметсіздер. Бүгінгі бізден айығып шыққан пациентіміздің дерті грижа. Грижа деген, мен сіздерге айтайын, ол жаңағы аппараттан тексерген белдегі, бел омыртқадағы болып жатқан формалардың өзгерісі, оны қалпына келтіру, келтірмеу маңызды емес. Маңыздысы менің мазам кетпесе болды, дұрыс па? Дерт. Сіз келгенде қисайып келген мына кісі. Қазір ол кісінің анау беліндегі формалар өзгерді ма, жаңа шеміршектің шығып кетуі деген сияқты кішкене өзгерістер, ол өзгерілді ма, бізге маңызды емес. Ең маңыздысы бұл кісі қазір ауырмай отыр ешқандай. Ұйқыңыз тыныш. Ұйқым тыныш. Көңіл-күй жақсы. Көңіл-күй жақсы. Қол-аяғы ауырып тұрған жоқ, жаңа ақсыңырге беріп тұрған жоқ, 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 басылды бәрі. Қатты қиналып келген. Сондықтан грижаны мен айтар едім, ауруды негізі ол симптом. Ауру деген симптом. Симптом деген адамның бойындағы қуат кетіп қалғаннан кейін әр жүйеде беріп жатқан сигнал, беріп жатқан белгі бізге. Ауру деген сол. Мен ауырмасам медицинаға бармас едім, дұрыс па? Сіз ауырғаннан кейін барасыз ғой. Сондықтан ауру деген біз сезінеміз. Бір жерім қақсады, бір жерім үйді, бір жерім ашып тұр, бір жерім шаншып тұр, бір жерім қышып тұр деген. Содан кейін барамыз, әйтпесе бармаймыз ғой. Ол еще редко болса да бармаймыз. Әбден созылмалыға кеткенде барамыз ғой біз қазақ. Солай. Сондықтан бұл кісі енді қатты қиналып келген. Сондықтан мен ойлаймын, қазір сіздің грижаңыз жазылды ма, жазылмады ма, өзіңіз жақсы білесіз ғой. Бұрынғыдай ауырмайсыз. Жоқ, бұрынғыдай ауырмаймын. Жап-жақсы жүріп жүрсіз. Жүремін. Кәдімгі қалыпты өмірге келдіңіз. Қалыпты өмірге келдім, үйде жұмысын бәрін істеймін. Бір мүлдем жүре алмайды, отыра алмайтынмын бүйтіп. Маған келгенде бұл кісі қисайып келген. Қисайып, бір аяғын сүйреп басып келген. Бір аяғын сүйреп басып келген. 8-ші айдан бастап ауырады. Қазір сонда уже 5 ай болған, иә? 5 ай болып жүрген, ауырып жүрген. 4 ай. 5 ай, иә. 5 ай. 5-ші айға келді. Біздің врачларға қаралған, 5 врачқа қаралдым, бәрі операция деп айтты, иә? Бәрі операция деді. Сосын неге бардыңыз, иә? Шаңырақтағы апаға? Жоқ, бірінші медицинамен көрдім. Системасын алдым, уколын алдым. 8-ші айда МРТ-ға түстім ғой. Содан кейін МРТ-ға түскеннен кейін сол медицинаны көрдім. Одан болмағаннан кейін мануалистке бардым. Мануалисттен кейін доктор Ма дегенге барып укол алдым. Нерв тамырларыңа суық тиген деп аяғыма укол салды. Одан болмады. Одан кейін Шаңырақта бір апаға бардым. Одан болмағаннан кейін осы жерге келдім. Ең соңында осы жерге келдім. Аллаға шүкір, бірінші осы жерге келгенде қисайып жүре алмай аяғым сүйреп басып келгем. Неге былай қарап отырмайсыз? Теріс қараудың керегі жоқ. Мен сізді бәрібір саламын видеоға. Сөйтіп келгем, қазір Аллаға шүкір 90% жазылдым деп айта аламын. Былай қарап отырыңызшы, халыққа нақты айтыңызшы. Жоқ, өзіңіз әп-әдемі қызсыз. Былай отырыңыз. Түкте оның ұялудың түкте қажеті жоқ. Қазір 90% жазылдым. 90% жазылдым. Қазір аяғымның қақсағаны, түнімен ұйықтамайтын аяғым қақсап, белім ауырып, қазір бәрі басылды, жазылдым. Біріншіден сіздерге рахмет. Осы сіздердің жұмыстарыңызға береке тілеймін. Жұмыстарыңыз өрлей берсін. Алдағы уақытта да енді профилактика ретінде келіп тұрам емделуге. Жақсы, ауырмаудың алдын алу керек. Аурудың алдын алу үшін келіп тұрам. Нені түсіндіңіз? Негізі адамда иммунитет екен. Өзім сіздің айтқаныңызды бұлжытпай орындадық. Содан түзелдім. Айтқаныңыздың бәрін істедім. Осы жерге келем, массаждан кейін жылы ұста деген бәрін. Мен сізге айтқан жаңа әрекеттің бәрін жасадым. Қолды көтеріп, өкшені көтеріп жүру, бәрін істедіңіз. Қанша мәрте істеп жүрсіз қазір? Қазір 80 жасаймын онда, қолды көтеру ненің бәрін 80-ге жеттім, 100-ге жете алмай жатырмын. Керемет қой. Қолыңыз жерге тие ме қазір? Қазір қолым жерге кішкене нетен, жерге келеді, кішкене қалды. Бұрын ондай болмайды, бұрын жоқ, бұрын тіземе жетпейтін. Жаймен төмен түсті. Жаймен төмен түстім. Ал до конца түсірген кезде сіз уже ауырмайтын боласыз. Қазір енді кішкене жетті. Мен мына кісіге 20 күнде аяға істегем. Бүгін нешінші күн? 9-шы күн. 9-шы күнде 90% нәтиже. Сондықтан сіздерге айтарым, грижа деген ондай бір күрделі, бір қорқынышты нетпеңіздер. Маған осы бір кісі келген грижа қатты, ол 1-2 жыл ауырған. Енді 1-2 жыл ауырған грижа алмаған емі жоқ бізге келу, 1-2 күнде жазылу мүмкін емес қой. Бір рет массаж жасап көрдім, бізде нүктеден бір жасағанда басылмай ма, демек уже асқынған түрі. Біз нүктемен диагноз қоямыз. Онда ары қарай сіз кәдімгідей бізбен селбесіп, иммунитетті күшейтуге әрекет жасайсыз. Және оған өте үлкен ыстық басу керек, жібіту керек ана жерді. Негізі грижаға ыстық жолатуға болмайды, массаж жасауға болмайды. Бәрі дұрыс емес ұғым ол.
біз осы қаншама грыжаны емдеп жатырмыз. Мына кісі қиналып келгенде айттым, мен сізді экранға шығарам, әйтпесе мен сізді емдемеймін дедім. Өйткені көп адамдар бізден жазылып кетеді да, причем мен ауырым біреуге көрсетем дейді. Жоқ, мен экранға шықпаймын, мен зорлай алмаймын ғой. Осы кісі арқылы ары қарай грыжамен ауырып жүрген адамдар жазылып кетеді ғой, дұрыс па? Сондықтан мен айттым, бұл сауап емес пе? Менің бизнесімді жүргізіп, менің бір пациент жинау емес мақсат. Мақсат адам, сіздер халыққа түсіндіргім келетіні, адамды емдейтін өзінің қуаты. Түсіндіңіз ба? Қуатты күшейтіңіз ғой. Қуат деген не екенін түсіндіңіз ба? Не екен? Өзіміздің иммунитетімізді көтеру керекпіз екен. Қуат деген өзіміздің иммунитетіміз. 80% өзімізден Ал иммунитет деген организм температура. Организм температураны көтеру міндетті түрде ішкі жағынан жылу, сыртқы жағынан жылу беру керек. Және блокталып тұрған нүктелерді басып, итеріп, бұқалау керек. Массаж. Бір массажда жақсы болдыңыз ғой. Бір массажда осы жерге үшінші этажға әрең көтеріліп кірген, бірінші кіргенде. Бір массажда өзім түсіп, өзім шығып кеттім. Сүреліп әрең кірген. Үйдегілер қуанышты ғой. Үйдегілер. 5 айдан бері үйдегі қандай қасірет, Үйдегілердің бәрі қиналып, бармаған жеріңіз жоқ. Қанша ақша шаштыңыз? Көп шаштым. Көп шаштыңыз. Айтыңызшы, қанша ақша шаштыңыз? 420 мың кеткен анада санағанында. Маған келгенге дейін 420. Бізде қанша күн кетті? Қанша ақша кетті? 100 мыңдай ғой. Дәрі, имбирандаймдай. Имбирандаймда мен 100 мың теңге. 100 мың теңгемен жазып кеттім. Еще рахат жатып алып. Үмітпен келесіз. Қуанып күліп шығасыз. Сенім, осы жерге келгенде сеніммен келгем. Сеніммен келгенде. Сену керек. Мына кісі негізі мені біледі екен. Сенбей келмей жүрген ғой. Кішкене ақшамды шашайын, кішкене қиналайын, көрейін, содан кейін барып Тұрсынкүлге барайын деп. Жақсы, ауырмаңыз. Өте қиналып келген. Мен сізге неге инстаграмға сториста саламын сіздің бірінші күн қиналып келген күніңізді. Жұрттар көрсін. Ренжімейсіз ғой? Жоқ, ренжімеймін. Сала беріңіз, жұрттар көрсін. Мен де сондай адамдарға пайдам тиіп, сондай нелерге детіп жатсам, қуанамын, сауап. Алла риза болады. Сізге басқа жақтан жақсылық беріп жатады. Сондықтан рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Осы істеген Таннұр қызыма және осы жердің мастер қыздарына бәріне рахмет. Керемет жұмыстарыңыз. Кәдімгі тұрып қимылдаңызшы кішкене. Ешқандай ауырмайды. Жоқ, қазір жүрем, қимылдаймын. Еңкейем, бәрі басылды. Жақсы, тамаша. Жақсы. Мына кісінің дауысын көрші.